Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде сауат ашу сабағы. Тақырыбы заттың атын білдіретін сөздер. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтін бойынша өз пікірін айту, тақырыпқа байланысты сөйлемдер құрастырып жазу. Жазу жолын жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу. Оқушылар, біз өткен сабақты еске түсіріп алайық. Өткен сабақта біз заттың атын білдіретін сөздерге кім, кімдер, не, нелер сұрақтары қойылатынын білдік. Олай болса, қазір бейнебаянға назар аударамыз. Ай мектеп. Біздің үйге қонаққа кімдер келеді? Бауыржан ағамыз бен Салтанат тәтеміз келеді. Ал не аламыз? Әртүрлі заттар аламыз. Әртүрлі заттар емес қой бұл. Енді не? Бұл азық түлік. Тағы не аламыз? Керек жарақ заттарды аламыз. Мыналар көкөністер. Дана, мына заттарға қандай сұрақ қойылады? Мынау не? Мыналар нелер? Не, нелер, кім, кімдер деген сұрақтар қойылатын сөздер заттың атын білдіреді. Түсінікті ме? Түсінікті. Онда Бауыржан, Салтанат деген сөздер кім деген сұраққа жауап бере ме? Иә, олар адамның есімдері. Бауыржан ағам дәрігер, ал Салтанат тәтем кім? Салтанат тәтең мұғалім. Мұғалім, дәрігер, аға, тәте сөздері де заттың атын білдіретін сөздер ғой. Иә, адамға қатысты сөздерге кім, кімдер деген сұрақтар қойылады. Кім? Дәрігер. Кім? Салтанат. Кім? Бауыржан. Дұрыс. Ал заттар мен жануарларға қатысты сөздерге не, нелер деген сұрақтар қойылады. Не? Сүт. Не? Үй. Не? Күшік. Дана, тездетейік, қонақтар келеді. Кімдер? Қонақтар. Қайталайық. Заттың атын білдіретін сөздер. Заттың атын білдіретін сөздерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, Салтанат, сүт, азық түлік, сәбіз, дәрігер, балалар, жануар. Адамға қатысты сөздерге кім, кімдер деген сұрақтар қойылады. Кім? Бауыржан. Кім? Салтанат. Кім? Дәрігер. Кім? Мұғалім. Заттар мен жануарларға қатысты сөздерге не, нелер деген сұрақтар қойылады. Не? Сүт. Не? Үй. Не? Күшік. Оқушылар, бейнебаянды қарап болсақ, оқулығымыздың 71-ші бетін ашамыз. Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Дені саудың жаны сау. Адам денесінің жетілуі оның денсаулығына байланысты. Егер денің сау болсын десең, оны шынықтыру керек. Дені сау адамның көңіл күйі жақсы болады. Ақыл ойы да тез дамиды. Сондықтан денсаулықты күту қажет. Бұл үшін дұрыс тамақтанып, тазалықты сақтау керек. Дене шынықтыру жаттығуларын үзбей жасау керек. Оқушылар, мәтінде не туралы айтылған? Денсаулықты күту үшін не істеу керек деп ойлайсыңдар? Жарайсыңдар оқушылар. Ендеше екінші жаттығу көркем жаз. Тазалық денсаулық кепілі, денсаулық байлық негізі.
Бұл мақалды жұмыс дәптеріміздің 22-ші бетіне көркем көшіріп жазамыз. Ендеше оқушылар, оқулығымыздың 3-ші жаттығу 72-ші бетін ашамыз. 3-ші жаттығуға назар аударамыз. Өлеңді көшіріп жаз, заттың атын білдіретін сөздерді тап. Ақын әнші той бастар, шешен адам сөз бастар, батырлар бар қол бастар, көпті көрген жол бастар. Яғни, оқушылар, сендер осы жаттығудан заттың атын білдіретін сөздерді табасыңдар. Яғни, кім, не, кімдер сұрағына жауап беріп тұрған сөздерді тауып жазасыңдар. Балалар, ендеше орнымыздан тұрып сергіп алайық. Теріп едік жемісін, сезім бақтың, сыйластықтың алауын өзің жақтың. Сенің думан тойыңның әнін естіп, есігіңді шыдамай өзім қақтым. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Бір тамаша отырдың өміргеніп, жүзің бал-бұл жадырап көңілденіп. Есігіңнен мен кіріп келгенімде, қуандың ау балаша мені көріп. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Оқушылар, сергіп алған болсақ, үйге тапсырма аламыз. Үйге тапсырма 4-ші жаттығу 72-ші бет. Әріптер мен сандарды пайдаланып, жасырынған сөздерді тап. Сол сөздерді қатыстырып, сөйлем құрап жаз. Сендер, мұнда бізде әріптер берілген, оның астында сандар берілген. Сол әріптер мен сандар бойынша сөздерді табасыңдар. Тапқан сөздеріңізге сөйлем құрап жазып, маған кері байланыс жібересіңдер. Оқушылар, бүгінгі сабақты түсінсеңдер, 1-ші смайлик, түсінген жоқпын десеңдер, 2-ші смайлик, мүлде түсінбесеңдер, 3-ші смайликті WhatsApp желісіне жіберіңіздер. Назарларыңызға рахмет.